Мұсылмандар үшін қауіпті нәрсесі де бар. Мұсылмандар үшін, біз үшін мысалы қауіпті, қорқатын, жаңағы сескенетін жағдай бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, тәфсір кітаптарында келген, Абу Хатимнан риуаят етілген, Абу Умама деген радиаллаху анху сахабадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иякум ваз-зулм", қараңыздар. Сақ болыңдар біреуге әділетсіздік істеуден дейді. Қараңыздар. Біреуге әділетсіздік істеуден сақ болыңдар дейді. Өйткені қиямет орнап қойса, инналлаха яъзиму, Алла тағала кесімді үкімін шығарады дейді. Қараңыздар. Инналлаха яъзиму фаяқулу яумал қияма, қиямет күні айтады дейді: ла яджузуни ал-яума зулмун. Бүгін менің құзырымда, менің сотымда ешбір әділетсіздік сытылып шығып кете алмайды дейді. Дүниеде болған. Фаюнади әл-мунади. Сөйтіп жаңағы Аллах тағала бір періштеге жар сал деп айтады екен. Жар салды, айт. Фаяқулу айна фулан ибн фулан. Өзіміз соны ескеріп отырайықшы. Осында жиналған халық қой. Сол кезде жаңа періштенің аузынан адамның аты шығады бір. Пәленшенің баласы пәленше қайда деген. Қараңыз қандай нәрсе. Біз осы күнге бара жатырмыз да. Пәленшенің баласы пәленше қайда? Фаяти. Сөйтіп ол келеді дейді. Мұсылман туралы айтылып жатыр бізде. Фаяти ятбауху минал хасанати амсал аль-джибал. Қараңыздар енді. Ана Алатаудың жиегіне барып тұрған бейнеңізді елестетіңіз. Келе жатыр дейді. Шақырған кезде. Оның артынан дейді, таулардың көлеміндей жақсылықтар дейді. Түсіндіңіз ба? Таулардың көлеміндей жақсылықтар келе жатыр дейді. Яғни сіз және Алатау келе жатыр артыңызда. Ананың бәрі жақсылық. Фаяшхасу аннасу илейха абсарахум. Адамдардың көздері шарасынан шығып кеткен дейді, таңғалып. Мынау не деген жақсылықтар? Мынау құтылды ғой деп. Сумма я'муру. Сосын Аллах тағала бұйырады дейді. Әл-мунадия, жаңағы жар салушы періштеге. Айт. Бүкіл халыққа қарап айтады екен періште. Хал минкум ман лаху табиатун ау заламатун инда фулан ибн фулан фахалума. Ей халайық, қараңыздар. Сендерден кімнің хақысы кеткен болса мына пәленшеде. Қараңыздар қандай мәселе. Келіңдер барлығың деп. Фаюқбилуна, барлығы жүгіріседі дейді. Топырлаған адамдар келе жатыр. Хатта яжтамиу, барлығы жиналады. Қияман индар рахман, Рахманның құзырында қаншама халық жиналған ана жерде. Жаңағы адамда хақылары кеткен да. Өзіңіз ойлаңыздар. Содан Аллах тағала періштелерге бұйырады екен сол жерге жауапты. Оқыду ан абди. Хақыларын алып беріңдер мына құлымнан дейді екен. Шешімін шығарыңдар сотын деп. Сонда жаңағы шақырушы періштелер сол нәрсемен айналысатын. Кайфа нақди я Раббана. Раббымыз қалай шешеміз бұны? Сонда Аллах тағала айтады екен. Хузу мин хасанатихи лаум. Ана әрбір келіп тұрған адамға мынаның жақсылығынан беріңдер дейді. Міне қараңыз, біз қалай азайып кетуіміз мүмкін қияметте. Мыналардың жақсылығынан алыңдар да хақсыз кеткен адамдарға беріңдер дейді. Содан адамдар келіп жатыр. Алла тағала жаңа періштелерге уахи еткен, кім қанша алу керек түгелі. Әркім өзінің, біреуінің арына тиген ол, біреуінің малына тиген ол. Түсінсіз ба? Ол малы бұл дүниеде көрінбей кетуі мүмкін ол. Өмірден аман есен кетіп қалуы мүмкін. Бірақ Алла көріп қойған оны. Алла тағала сол ұрланған қойына дейін, түсінсіз ба? Сындырған шарбағына дейін істетеді соны. Егер де о жерде өкініш пен кешірілім болмаған болса. Содан жақсылықтарынан ала бастайды дейді адамдар. Фала язалуна ан яхузу минха хатта ла ябха хасана. Міне ең ауыр жағдай, құрметті жамағат. Адамдар алуларын тоқтатпайды дейді. Тоқтатпайды, бір жақсылықта қалмайды дейді.
وَقَدْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ الظُّلُمَاتِ. Бірақ та әлі де хақысын ала алмаған адамдар тұр дейді. Бенен елестетейік мысалы. Оқыду, бітіріңдер сотты деген Алла Тағалаға қиын емес. Ол біздің жағдайымыз. Біз қорықпаған едік ол жағдайдан. Сотты бітіріңдер, аяқтаңдар дейді екен. Ләм ябқу лаху хасана. Я Раббым, мынада бір жақсылықта қалмады ғой, енді не істейміз деген кездегі сөзді қараңыз. Хузу мин сайyiатихим. Ана хақысын алғалы тұрған келген адамдардың сонша көлемдегі жамандықтарын алыңдар. Фахмилуха. Арқалатыңдар мынаған. Біз осылай аяқталып қалуымыз мүмкін мысалы. Қияметке деген иман, бұл осы нәрселерді тірілту керек біз бойымызда да. Кімде біреудің хақысы кетсе бүгін шешіп ал. Құрметті жамағат, ешкімнің физикасына да, психикасына да, малына да, арына да, тіліңді де, қолыңды да сұқпа, тиіспе ешкімге. Мысығына да тиіспе оның. Итіне де тиіспе. Ешкімге тиіспе. Сол кезде ғана амандық болады. Аман қалу деген нәрсе бар да қияметте. Алла Тағала өз Құранда айтқандай мысалы, «Аллазина аману» иман келтіргендер, «Валам ялбасу иманахум бизулмин». Сөйтіп өздерінің имандарын әділетсіздікпен былғамағандар дейді. «Лахумул амну». Амандық соларға болады дейді. «Вахум мухтадун». Сахабалар бұрынғы кездегі әділетсіздіктерін еске алып кетіп, жаңағы аяттың қасында бастарын көтере алмай қалған ғой. Аллахтың елшісі, кім бар біздің ішімізде әділетсіздік жасамаған? Өзіне болсын, біреуге болсын. Пайғамбарымыз ақырын былай қарай алып кеткен. Бұл жердегі зұлымдық, әділетсіздік, ширк айтылып тұр деп. Түсіндіңіз бе? Бірақ мәселе тек қана ол ширкпен байланысты емес. Мәселе әрбір адамның ақысы қияметте көтеріледі. Әркім тауып алады. Алла Тағала тапқызып қояды оны. Іздеп қиналып жүрмейді ол. Алла Тағала көрсетеді болды. Сол кезде біреулер қасымызға кеп жаңағы нәрселерден алып атқан болса, жағдай қандай болады? Сондықтан жаңағы күнә деген мәселеде өз күнәмізбен қосып, біреудің күнәсін арқалап қалатын қауіпті жағдай бар екен де қияметте. Біреудің күнәсін арқалау жаңағы екі тұрғыдан кімді адастырсақ күнәсін арқалаймыз болды. Ол не бітіріп атады, не істеп атады, ол байланысты болып қалады. Егер біз сол нәрсені біз үйретіп қойған болсақ оған. Көрдіңіз бе? Жаңағы кімде бұның хақысы кеткен болса, немесе кім білімсіз еріп кеткен болса деген нәрсе жатыр ана жерде және. Қараңыздар. Неге білімсіз еріп кеткен? Өйткені қиямет деген қорқынышты жағдай. Ва баразу лиллахи жамиан дейді Алла Тағала. Бүкіл адамдар Алла Тағаланың құзырында айқын көрінеді, түгел келеді болды. Сонда қараңыздар. Фақалат дуғафау лиллазина стакбару. Сол кезде жаңағы білімсіз, жаңағы бір лескендер үлкендеріне келіп айтады ғой. Бізде қазір қоғамда старшак деген мәселе. Қияметте әкеліп тұр Алла Тағала, болды. Старшакты тәкаппарлар деп тұр Алла Тағала, болды. Ананы әлсіздер деп тұр. Әлсіздері жаңағыларына келеді. Ол күні жаңа қорқыныш жоқ, бітті. Сөйлейді. Қараңыздар. Инна күнна лакум табаға. Сөзсіз біз сендерге еріп жүрдік қой өмірде. Бізге еріңдер дедік, ердік. Мына осымен бітеме енді біздің жағдайымыз. Фахал антум муғнуна анна мин азабиллахи мин шей. Алла Тағаланың азабынан ең құрмаса бір кішкентай нәрседен құтқара аласыңдар ма бүгін бізді? Сондағы сөздері. Лаухадан Аллаху лахадайнакум. Қараңыздар қандай сөз. Егер Алла бізді жолға салғанда, біз де сендерді жолға салар едік қой деп. Қиын нәрсе бұл. Ілесе берді махаббатпен. Алла Тағала сондықтан андай қағиданы айтады бізге. Ва минан наси ман яттахизу мин дуниллахи андадан. Адамдардың іштерінде Алладан бөлек бір нәрселерді қатты сүйетіндер бар дейді. Қараңыздар. Юхиббунахум ка хуббилlah. Алланы сүйгендей сүйеді дейді соны. Валлазина аману ашадду хуббан лилlah. Ал иман келтіргендердің Аллаға деген махаббаты зор дейді. Біз сол махаббатпен аман қаламыз да, құрметті жамағат.